Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің видео укулеле аспабына байланысты. Укулеленің бізде бүгін бірінші сабағы. Жалпы негізі укулеле ондай қиын аспап емес. Біздің видеоны соңына дейін көру арқылы сіз бірден тіпті дәл қазір осы видеоны аяқталғанға дейін уже ойнап үйренесіз бәлкім. Укулеле бізде Гавайи аспабы. Укулеленің жалпы концерт, сопрано, тенор, кейде баритон дегендерде шықты деп естіп отыр. Мен оны білмеймін, енді естідім. Жалпы көп таралған ол сопрано, концерт және тенор размерлері. Менің қолымдағы концерт. Қазір концертпен біз өзіміздің алғашқы әнімізді орындаймыз. Біздің ең алғашқы ән Ғалымжан Молданазардың «Мейірімді бол» атты әнін қарастыратын боламыз. «Мейірімді бол» әнді мен бір орындап сізге көрсетейін. Тату тәтті жылы көңіл, байқамайсың сенен күтіп жүр. Тоқтат адалдыққа бағыт бор, сорама сен айналаңды өзіңдей көр. Бол, мейірімді бол, өзіңе де өзгеге де көңіл бөл. Бол, мейірімді бол, өзіңе де көңіл бөл. Көріп тұрғаныңыздай достар, мен бұл әнде каподастр қолдандым. Каподастр тональность ауыстыруға өте қажетті құрал. Болашақта жалпы көмегін өте зор тигізетін, былай айтқанда, аксессуар. Достар, бұл әннің ең алдымен оң қолын қарастырайық. Бізде оң қол куплеттерінде біз тері ойнаймыз, уже қайырмада қағыспен ойнаймыз. Бірінші куплеттегі теру 4 струна болғандықтан біз бірінші струна бізде ең астың струна болып саналады. Сонда 1, 2, 3, 4 болып саналады. Біз сегіздік ойнау әдісімен үйренеміз. Сегіздік дегеніміз 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Сонда қараңыз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Қайтадан. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Қараңыздар достар, осы 4 саусақпен ғана қолданасыз. Мына саусақ керек емес. Қараңыз, бас бармақ 4-ге, сұқ саусақ 3-ге, ортаңғы саусақ 2-ге, қайтып 3-ге, одан кейін бірінші саусақ, үшінші саусақ бірінші струнаға. Сонда қараңыз. 1, 3, 2, 3. Оң қол түсінікті ғой. Бұл бізде куплет. Қайырмаға дейін бізде тоқтат адалдыққа бағыт бор дейтін жерлерінде біз тек просто бас бармақпен бүкіл струналарды ойнаймыз. Тоқтат адалдыққа бағыт бор. Ол былай болады. И қағыс. Оң жақ қағысты үйренейік, оң қолдың. Ол үшін біз сол қолымызды заглушка ұстаймыз. То есть просто дәл осылай мен сияқты 4 струнаны бүйтіп жұма қойыңыз. Что осындай дауыс шықпайтындай. Қатты жұмбаңыз, қатты жұмсаңыз мынандай дыбыс шықпайды да. Онда бізге укулеленің дауысы керек емес. Бізге просто бос ұстасаңыз болды, дауыс шықпаса болды. Енді қағысты үйренейік. Қағысты қараңыз. Қағысты әркім әртүрлі ойнайды. Былай ойнасаңыз болады. Өйсті ойнайтындар да бар. Ол үшін не деп айтатын еді бұны? Не деп айтатын еді бұны? Бұны өшім корейцтер көп қолданып, жүрек дейді ғой енді. Дәл сол жүректі ұстасаңыз, мына жүрек тырнақпен төмен, бас бармақтардан жоғары ойнаймыз. Сонда болады. Сонда төмен. Или болмаса тек қана осы бармақ ойнауға болады. Қараңыз.
осы қағысты достар үйреніп алыңдар, өйткені бұл қағыс бүкіл укулеленің әндерінде кездеседі. Енді бүкіл дегенде барлық, көбіне дегенім ғой. Енді сол қолға көшейік. Бұл оп-оңай ән, өйткені бұл 3 аккордтан құралады. Бұны сразу ойнап үйренесіз. Бірінші аккорд бізде S аккорды. S аккордтын ұстау үшін біз 3-ші саусақпен, мынау 1, 2, 3, 4. Бізде осы саусақ бас бармақтан емес, счет. Бізде сұқ саусақтан басталады. Сонда 1, 2, 3, 4 болып саналады. 3-ші саусақпен бірінші струнаның, мынау бірінші струна, екінші лады, мынау бірінші лад, екінші лад, үшінші лад. Үшінші ладын ойнаймыз. Сонда мынау S аккорды, яғни до мажор. Одан кейін келесі аккорд бізде екінші аккорд. Бізде бұл сәл қиындау аккорд. Бұл соль мажор аккорды, простонародье бізде бұны G деп атайды. Екінші аккорд G-ді ұстаған кезде біз екінші саусақпен бірінші струна екінші лад ұстаймыз, үшінші саусақпен екінші струна үшінші лад ұстаймыз, және бірінші саусақпен үшінші струна екінші лад ұстаймыз. Сонда бізде G болады. Енді F оңай. F тек екінші струна бірінші ладын ғана ұстайсыз. Бұл жерде нюанс. F аккордын сіз 2 мәрте ойнайсыз. 2 мәрте дегеніміз қалай? 8-дік теру әдісін бір аккордқа бір-бірден. То есть қараңыз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Келесі аккорд 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Үшінші аккорд 2 рет қараңыз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Тағы бір рет 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Одан кейін тоқтат адалдыққа бағыт бор дейтін жерлері бар. Ол жерлерде біз просто тоқтат адалдыққа бағыт бор деп ойнауға болады. Сұрама сен айналаңды өзіңдей көр. То есть мынаған 2 қағыс, мынаған 2 қағыс және F-қа 4 қағыс ойнаймыз. Сосын қайырма. Көріп тұрса, сәл F аккордын біз кідіреміз кішкене. Егер сізге қағыз қиын болатса, терумен де ойнауға басын аяғын. Бол, мейірімді бол, өзіңе де, өзгеге де көңіл бөл деп, примерно осылай ойнай беруге болады. Достар, бізде осымен бітті. Кімге бұл видео ұнады, лайк басыңдар, астына комментарий жазыңдар. Тағы қандай видеоларға обзор күтесіздер, тағы қандай әндерге обзор күтесіздер, астына жазыңыздар. Біз сізге міндетті түрде жауап береміз. Сіздермен болған Music Алматы каналы. Мен Шерғали Айбек. Сау болыңыздар. Сізге де бұл сабақ танымды болды деп есептеймін. Сау!